Күні бойы біздің аяғымызға қаншалықты көп күш түсетіні белгілі. Көп жағдайда ауыр жұмыстарды мойнымызға алып жатамыз. Нәтижесінде ағзамызға үлкен жүк түсіп, әсіресе аяққа ауыр тиеді. Көңіл күйіміз бен белсенділігіміз аяғымыздың да жағдайына байланысты болады. Қандай жағдай болмасын, жұмыс уақыты аяқталған соң денеге толық демалуға мүмкіндік беру керек. Демалуды аяқтан бастап, оған түрлі ванналар дайындауға болады. Аяқ ваннасы денсаулыққа көптеген жағымды әсер береді. Ол қан айналымды жақсартады, стрессті азайтып, шаршауды басуға көмектеседі. Қан айналымды жақсартады. Жылы су қан тамырларын кеңейтіп, аяқтағы қан айналымын күшейтеді. Бұл әсіресе аяқтың ісуіне бейім адамдарға пайдалы. Шаршау мен стрессті жеңілдетеді. Жылы ванна жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі. Егер эфир майларын қоссаңыз, релаксация әсерін күшейтеді. Релаксация деп атқанымыз аяқ шаршауын басуға арналған әдістер жиынтығы. Токсиндерді шығарады. Тұзды немесе дәрілік шөп қосылған ванналар аяқ терісін жұмсартып, токсиндерді шығарады. Терлеуді күшейтіп, аяқтағы зиян заттарды термен бірге шығуына көмектеседі. Аяқ терісін күтеді. Аяқ ваннасы теріні жұмсартып, жарықтар мен қатпарларды азайтады. Бактериялар мен саңырауқұлақтар инфекциясының алдын алады. Бұлшық еттерді босаңсытады. Жаттығудан кейін немесе ұзақ жүруден соң аяқтың бұлшық еттерін босаңсытып, ауруын азайтады. Назарларыңызға ең танымал аяқ ванналарын ұсынамыз. Теңіз тұзы қосылған ванна ісінуді басады, аяқ терісін жақсартады. Ас содасы қосылған ванна бактерияларды жойып, иісті кетіреді. Дәрілік шөптер қосылған ванна, яғни ромашка, жалбыз, шай ағашы немесе қалақай қосылған қабынуды басады, тыныштандырады. Қалай дайындау керек? Алдымен шұңқыр ыдысқа тобыққа дейін келетін ыстық су құйыңыз. Су ыстық, бірақ күйдірмейтін болу керек. Суға 2 шай қасық теңіз тұзын және 1 шай қасық ас содасын салып ерітіңіз. Содан соң аяғыңызды суға салып 10-15 минут отырыңыз. Аяғыңызды алған соң сүртіп, ылғалдандырушы немесе нәрлендіруші крем жағып қойыңыз. Ал аяқ ваннасын емдік шөптерден жасағыңыз келсе, 2-3 шай қасық емдік шөптерді салған жөн. Аталған әрбір ваннадан соң аяғыңызды жуудың қажет жоқ, себебі әсері азайып қалады. Ваннадан соң барлық пайдалы затты жақсылап сіңіру үшін міндетті түрде демалуға тырысыңыз. Аяқ ваннасы денсаулық пен сұлулыққа оң әсерін тигізеді. Оларды аптасына 2 рет жасау ұсынылады. Егер аяқ ваннасына қосатын қоспаларыңыз болмаса, тек қана ыстық суға салып ванна жасауға болады. Ескерту: аяқ ваннасын жүкті келіншектерге жасауға мүлдем болмайды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.